7 сынып физика Кромгурт кітабынан 159 және 160 беттегі 10 есепті шығаратын боламыз. Бірінші есеп: биіктігі 7 метр үйдің төбесінен массасы 500 грамм сүңгі мұз үзіліп түсті. Мұз құлағанда ауырлық күші қандай жұмыс атқарады? Енді бізде ауырлық күші ол энергияның өзгерісіне тең. Біздегі энергиямыз ол mgh болады. Сонда біздегі мұздың массасы 500 грамм, оны килограмм айналсақ 0,5, g тұрақты оңға тең, h бізде 7. Осыны есептейтін болсам, менде 35 джоуль шығады. Жауап 35 джоуль. Келесі есеп: биіктігі 4 метр сынып бөлмесінде биіктігі 70 сантиметр үстел орналасқан. Үстел үстінде жатқан массасы 300 грамм кітапты 120 сантиметрге жылжытқанда жасаған ауырлық күшінің жұмысы. Ауырлық күшінің жұмысы 0-ге тең болады, себебі қозғалыс горизонталь бағытта болып жатыр, вертикаль бағытта емес. Так, келесі: биік таудан парашютін кідіре ашып секірумен айналысатын спортшы экстремал еркін түсу кезінде 45 метр ұшып өтті. Ол қандай жылдамдық алған дейді. Енді қараңыздар, бізде оның бастапқыда 45 метр биіктікте потенциалдық энергиясы максимал болады да, кинетикалық энергиясы бұл кезде 0-ге тең болады, себебі жылдамдық алмайды бұл кезде. Ал мына жерге жеткен кезде оның потенциалдық энергиясы 0-ге тең болады, себебі биіктік жоқ, ал кинетикалық энергия максимал болады. Сонда осы екі энергияны бір-біріне теңестіремін. mv квадрат бөлінген 2 тең mgh. Мына жерде масса мен масса кетеді. Маған керек нәрсе бұл жерде жылдамдық, сонда түбір асты 2gh болады. Так, 2g-ларың оңға тең, бізде биіктік 45 болды. Сонда бұл жерден шығатын нәрсе 30 метр бөлінген секунд болады. Яғни мына нүктедегі оның жылдамдығы 30 метр бөлінген секунд жерге жеткен кездегі. Келесі 5-14 суретте келтірілген мәліметтерді пайдаланып қай денені көтергенде ең көп жұмыс істелгенін анықтаңдар. Бізде бірінші дене деп мен мына массасы 1 килограмм денені алдым. Мынау бізде екінші дене, мынау бізде үшінші дене. Енді бірінші дене қандай биікке көтеріледі? Қараңыздар, мына жер h, сонда ол бірінші дененің көтерілетін биіктігі ол бізде 3h-қа тең. Енді оның жұмысын табатын болсақ, онда ол mgh1 формуласымен табылады. Бізде мынау m1 массамыз 1 килограмм, g оңға тең, h1 дегеніміз 3h болады. Яғни сонда 30h екен. Ал енді екінші дененің жұмысын табатын болсам, ол бізде m2gh2 болады. Бізде екінші дене қандай биікке көтеріледі? Қараңыздар. Мына биіктік бізде h, 2h, екеуінің қосындысына тең болады. Сонда m2-нің массасы бізде 2 көбейтілген 10 көбейтілген 2h. Сонда оның біздегі энергиясы 40h болады деген сөз. Келесі бізде a3, ол бізде m3gh3. Ол қандай биікке көтеріледі? Жай ғана көріп тұрсыздар, h деген биікке көтеріледі. Оның массасы 3, g оңға тең. Мына жерде бізде h-қа тең болады. Ол бізде 30h. Енді бізге айтқан ең көп жұмыс істелетін анықтаңдар деген. Ең көп. Бізде көріп отырсыздар, ең көбі мына жерде 40h болады деген сөз. Келесі есеп: 90 км/сағат жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 1,2 тонна автомобиль тежеліп жылдамдығын 36 км/сағатқа дейін азайтты. Үйкеліс күші қандай жұмыс атқарады дейді. Жалпы біз жұмыс дегеніміз энергияның өзгерісіне тең. Ол деген сөз mv2-нің квадраты бөлінген 2 минус mv1 квадрат бөлінген 2. Мен мына жерде 1 дейді жақындарын шығарып жіберем. m бөлінген 2 менде 1 дей, m бөлінген 2 v2-нің квадраты минус v1 квадрат деп формуланы жазбасам болады. Сонда a тең болады. Біздегі массамыз 1,2 тонна, ол 1200 килограмм. Осын 2-ге бөлем. Ал v2 квадрат, 10-ның квадраты ол 100-ге тең. Ал 25-тің квадраты бізде 625 болады. Осыны енді есептеймін. 315.000 джоуль болады
екен. Келесі Сатурн күнді бір айналып өтті. Егер Сатурнның күнге тартылу күші 38 көбейту 10-20 дәрежесі ньютон болса, ол қандай жұмыс жасаған? Сатурн орбитасының ұзындығы 9 көбейту 10-9 дәрежесі километр. Енді қараңыздар, мына жерде күн тұр. Сатурн осы күнді бір айналып қайтадан өзінің орнына келді. Енді қараңыздар, бізде жұмыстың формуласы күштің орын ауыстыруға көбейтіндісі. Орын ауыстыру дегеніміз ол бастапқы нүкте емес соңғы нүкте ғой. Но бірақ ол қайтадан бір айналды да бастапқы орнына келді. Значит, біздегі S-іміз 0-ге тең болады. Біздің, значит, жұмысымызда 0 джоуль болады деген сөз. 3H биіктікте орналасқан массасы m жүк H биіктіктегі төбеге сырғанап түсіп тоқтады. Ауырлық күші мен үйкеліс күші қандай жұмыс атқарады дейді. Бізде жаңа айттық, жұмыс деген энергияның өзгерісіне тең, яғни E-нің өзгерісі. Бізде бастапқыда оның потенциалдық энергиясы mg, міне 3H болған ғой, 3H. Одан азайтамын. Соңында оның потенциалдық энергиясы H биіктікте mg H болады. Енді осыны есептейтін болсаңдар, сонда сендерде 2mg H деген жауап шығады. Келесі есеп, дене 10 метр биіктен еркін құлап түседі. Оның жер бетіне 6 метр биіктегі жылдамдығы қандай дейді. Енді қараңыздар, H1 бізде 10 метр. Осы 10 метрдегі оның потенциалдық энергиясы максимал болады, ал кинетикалық энергия 0-ге тең болады. Ал жер бетінен 6 метр биікте оның кинетикалық энергиясы да болады, потенциалдық энергиясы да болады. Сонда энергияны сақтау заңы бізде mgh1 ол тең болады мына екі энергияның қосындысына. mgh2 қосу mv квадрат бөлінген 2. Мына жерде массалар қысқарып кетеді. Сонда бізде қалған нәрсе gh1 тең gh2 қосылған v квадрат бөлінген 2. G деп отқандарың 10-ға тең, ал h1 деп отқандарың 10. G мына жерде 10-ға тең, ал h2 деп отқандарың 60. Қосылған v квадрат бөлінген 2. Енді қараңыздар, 10-ды 10-ға көбейтсеңдер 100, 100-ден азайтамын 60-ты, тең ол v квадрат бөлінген 2 болады. 100-ден 60-ты азайтсаңдар, ол бізде 40, сонда v квадрат тең болады 80-ге. Ал енді бізден v-ның өзі, ол бізде 80-ден түбір асты 8-де 9 метр бөлінген секунд болады екен жауабы. Келесі, бала серіппелі тапаншадан вертикаль жоғары массасы 5 грамм снарядты атқанда ол 40 метр биікке көтерілді. Егер серіппенің қатаңдығы 200 ньютон бөлінген метр болса, атқанға дейінгі серіппенің деформациясы қандай болғаны. Енді қараңыздар, бұл жерде mgh-ты мен теңестірем серіппенің потенциалдық энергиясына. K дельта x квадрат бөлінген 2-ге. Маған осы жерден дельта x квадрат табу керек. Ол тең болады, менде дельта x тең болады түбір асты 2mgh бөлінген k-ға. Сонда 2-ні көбейтем, массамыз бізде 5 грамм, килограмм айналырсаңдар 0,5 көбейтілген g бізде 10-ға тең, ал h деп отқаным 40-қа тең болады. Ал k деп отқаным 200. Осыны енді есептеймін. 200 бен 2 қысқарады, мына жерде 100 болады, 100 бен 10 қысқарады 10 болады, 40 бен 10 қысқарады 4 болады. Сонда менде түбір астында қалатын нәрсе 0,100-ден 2. Енді осыны түбір астынан шығарамын. Ол бізде 0-де 14 метр болады екен серіппенің ұзаруы. Қалыңдығы 5 см тақтайды тесіп өткен, массасы 9 грамм оқтың жылдамдығы 600 метр секундтан 200 метр секундқа дейін азайды. Қозғалысқа кедергі күшін анықтаңыз және тұрақты деп есептеңдер дейді. Сонда бізде кедергі күшін табу үшін ең бірінші мен жұмыс табамын. Жұмысымыз энергияның өзгерісіне тең mv1-дің квадраты бөлінген 2 минус mv2-ның квадраты бөлінген 2 болады. Менде m бөлінген 2 дегенді жасантына шығарып жіберемін. Сонда v1 квадрат минус v2-ның квадраты болады. Біздегі массамыз 0,9, осыны 2-ке бөлем, ал v1 деп отқандарың 600-дің квадраты ол 360 мың, азайтам 200-дің квадраты 40 мыңды. Сонда менде не шығады? Есептейміз. Ол менде 1440 джоуль болады екен. Ал енді менің
күшті табу үшін а тең f көбейтілген s деймін да. Осы жерден күшті тауып алатын болсам, ол f тең болады a бөлінген s-қа. Біздегі жұмыс 1440, s деп отқандарың 5 сантиметр, ол 0,5-ке тең. Сонда 1440-ты бөлем 0,5-ке 28800 ньютон немесе 28-де 8 кило ньютон деп жазуға болады. Осымен видео сабақ аяқталды. Егер видео сабағым ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, все қоңыраушасын басып қойыңыз.